Центркредит банк туралы 10 дерек. Банк Центркредиттің құрылған күні 1988 жылы 19 қыркүйек. Банк Центркредит акционерлік қоғамының негізгі қатысушылары Бақытбек Бейсейітов Forbes Қазақстандағы ең бай бизнесмендер рейтингінде 29 орында, 48,47% және басқарманың бұрынғы төрағасы Владислав Ли 11,16%. Бүгінгі таңда банктың бүкіл республика бойынша 19 филиалы мен 160-тан астам бөлімшелері жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсететін өзінің кең филиалдық желісі бар. Банктың клиенттері 3 миллионнан астам жеке және 140 мыңнан астам заңды тұлғаларды қамтиды. Компания акцияларының жалпы нарықтық құны 282 миллиард 312,48 миллион теңге, немесе 623,29 миллион доллар. 2023 жылдың 1 қазан жағдай бойынша көрсеткіші. Жарғылық капитал 64,633 миллион теңге. Меншіктік капиталы 382,319 миллион теңге. Жалпы активтері 4 триллион 878 миллиард 806 миллион теңге. Таза пайдасы 103 миллиард 614 миллион теңге. Бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. Банк ішінде бизнес клиенттерге теңгемен және валютамен ақша аудару тегін. Банктың бірегей қызметі жедел түсім жүйесі компанияларға Қазақстанның әр алуан аймақтарындағы жеке тұлғалардан төлемдер мен түсімдерді жеңіл әрі тез жинауға мүмкіндік береді. Банктың корреспонденттік желісіне 40 шақты шетелдік банк кіреді. Бұл клиенттердің өз әріптестерімен дүние жүзі бойынша есеп айырысуға жағдай жасайды. – 2023 жылғы банктың жалпы міндеттемелері 4 триллион 496 миллиард 487 миллион теңге. 2023 жылдың қазан айына компанияның жай акциясының баланстық құны 1989 теңге. Назарларыңызға рахмет.